қара шай ішуді доғарсаңыз не болады? Қара шай әлемдегі ең танымал сусындардың бірі. Оны кенеттен ішпей кетсеңіз, қандай салдарлар болуы мүмкін? Қара шайдан бірден бас тартқан адамның ағзасында қандай өзгерістер болады? Міне осы сұрақтардың жауабын бүгін іздейтін боламыз. Сондықтан видеоның соңына дейін міндетті түрде қараңыздар және каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қатты білінетін өзгерістердің бірі сіздегі энергия деңгейі. Қара шайда кофеин бар. Ол сізге сергектік сыйлайды және көңіл күйіңізді арттырады. Егер кенеттен қара шай ішуді доғарсаңыз, бастапқы кезде өзіңізді күні бойы шаршаңқы сезінуіңіз және ұйқышыл болып жүруіңіз мүмкін. Қара шайды кейде ас қорытуды ынталандыру үшін қолданады. Егер оны ішуді тоқтатсаңыз, бұл асқазан мен ішекке әсер етуі мүмкін. Мысалы, тамақтан соң ауырлық сезімі немесе тіпті ас қорыту проблемалары пайда болуы мүмкін. Қара шайда кофеге қарағанда кофеин аз, десе де ол осы заттың көзі болып келеді. Егер қара шай ішуді доғарсаңыз, кофеинге тәуелділіктің белгілері байқалуы мүмкін. Себебі сіз күнде оның қандай да бір мөлшерін алуға үйреніп қалдыңыз. Қара шай ішуді доғарсаңыз, оған балама сусындар іздеп кетуіңіз мүмкін. Ол көк шай, ақ шай, шөптік шай немесе қарапайым су болуы мүмкін. Бұл сусындардың бәрінің өзіндік ерекшеліктері бар және олар денсаулыққа жағымды әсер етуі мүмкін. Егер бірден қара шай ішпей кетсеңіз, сирек жағдайда кей жағымсыз қосымша әсерлерді сезуіңіз мүмкін. Мысалы, басыңыз ауруы, тітіркенгіш болып кетуіңіз немесе тіпті депрессия бойы алуы мүмкін. Сондықтан шай толықтай бас тартқанға дейін ағза өзгерістерге үйрену үшін оның мөлшерін біртіндеп азайту ұсынылады. Ал сіздер шайды қаншалықты жақсы көресіздер және қаншалықты жиі ішесіздер? Комментарийге бөлісе кетіңіздер. Бүгінгі видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Ем болсын!